Құрметті тыңдаушылар, бүгінгі подкастымызда Малайзиядағы Taylor's University университетіне тоқталып, оның артықшылықтары мен кемшіліктерін талқылаймыз. Сонымен қатар бакалавриат пен магистратура бағдарламаларын оқу ақысын қарастырып, бұл университетті APU және Sunway University сияқты басқа оқу орындарымен салыстырамыз. Жалпы мәліметтерден бастайық. Taylor's University 1969 жылы құрылған және Малайзиядағы жетекші жеке университеттердің бірі болып табылады. Университет QS World University Rankings бойынша әлемдегі ең үздік 1% университеттердің қатарына кіреді. Және Азиядағы үздік 50 университеттің ішінде 49-шы орында тұр. Енді артықшылықтары. Жоғары рейтингтер. Taylor's University әлемдік деңгейдегі жоғары рейтингтерге ие. Бұл оның білім беру сапасының жоғары екенін көрсетеді. Халықаралық серіктестіктер. Университет Ұлыбританияның University of West England, Bristol сияқты беделді оқу орындарымен серіктесіп, қос диплом алу мүмкіндігін ұсынады. Заманауи инфрақұрылым. Кампус заманауи жабдықтармен қамтамасыз етілген. Оның ішінде дыбыс жазу студиялары, анимация студиялары, фото студиялар, бейне және кино студиялары бар. Жұмысқа орналасу мүмкіндіктері. Студенттерге арналған стартап жобаларын қолдау үшін BizPod бағдарламасы бар. Бұл студенттердің өз идеяларын іске асыруға көмектеседі. Енді кемшіліктері. Оқу ақысының жоғары болуы. Taylor's University'де оқу ақысы басқа университеттермен салыстырғанда жоғары болуы мүмкін. Және қабылдау талаптарының қатаңдығы. Жоғары рейтингке байланысты қабылдау талаптары да жоғары болуы мүмкін. Бұл кейбір студенттер үшін қиындық тудыруы мүмкін. Енді оқу ақысы. Бакалавриат жылына шамамен 8,000-9,000 ақш долларын құрайды. Ал магистратура бағдарламаға байланысты оқу ақысы әртүрлі болуы мүмкін. Нақты мәліметтерді университеттің әрине ресми сайтынан және біз арқылы қарау ұсынылады. APU және Sunway University университеттермен салыстырайық. APU, Asia Pacific University. APU университеті де жоғары рейтингтерге ие және технология мен инновация саласында мамандалған. Оқу ақысы жылына шамамен 88,200 Малайзия рингитін құрайды. Ал Sunway University QS World University Rankings бойынша 5+ жұлдызға ие және Азиядағы үздік 103 университеттің қатарына кіреді. Оқу ақысы бакалавриат бағдарламалар үшін жылына шамамен 6,990 ақш долларын құрайды. Taylor University жоғары сапалы білім мен заманауи инфрақұрылымды ұсынады, бірақ оқу ақысы мен қабылдау талаптары кейбір студенттер үшін қиындық тудыруы мүмкін. APU және Sunway University университеттері де сапалы білім беріп, әртүрлі артықшылықтар мен мүмкіндіктерді ұсынады. Сондықтан университет таңдағанда әрқайсысының артықшылықтары мен кемшіліктерін мұқият қарастырып, өз мақсаттарыңыз бен мүмкіндіктеріңізге сәйкес шешім қабылдаған жөн. Егер сізге Малайзиядағы университеттер туралы көбірек ақпарат керек болса, менің YouTube-тегі Малайзия атты плейлистімді қарап шығыңыз. Бұл плейлистте үздік университеттер Малайзияда 2024 атты орысша подкаст бар. Онда мен ең жақсы жоғары оқу орындары туралы айттым. Және APU университеті туралы орыс тіліндегі жеке подкаст бар. Жақын арада Sunway University туралы подкаст қазақ тілінде шығады. Жазылып, плейлистті қарап шығыңыз, сұрақтарыңыз болса, пікірге жазыңыз. Және менің жеке жұмысыма Instagram, Facebookқа жазу арқылы, электронный почтама хабарласу арқылы жазыла аласыз.